Бейжіңде өтіп жатқан Ақ Олимпия ойындары бел ортасынан ауып барады. Жарыстың 9-шы күні. Күн өткен сайын медальға талас қыза түсуде. Өкінішке қарай Қазақстан қоржыны әзірге бос. Ал бүгін 4 жүлде жиынтығы сарапқа салынбақ. Фристайл акробатикадан Бейжің Олимпиадасының іріктеу кезеңі аяқталды. Қазақстандық Ақмаржан Қалмұрзаева үздік 12 спортшы бақ сынайтын финалдық кезеңге өтті. Ақмаржан іріктеу кезеңінде көш бастады. Өкінішке қарай команда үздігі Жанбота Алдабергенова іріктеу кезеңінен өте алған жоқ. Айта кетейік, күні кеше Бейжің Олимпиадасының 8-ші күні қазақстандық атлеттер медаль алуға сынық сүйем жетпей сүрінді. Шорт-тректен Әжіғалиев мәре сызығын 4-ші болып кесіп өтіп, қарсыластарынан бар болғаны 1-2 секунд артта қалып қойды. Орын алғым келді. Біздерде айтылды ғой, қазақтар қысқы спортпен айналысу білмейді. Қазақтар тек қана осы күрес, бокспен айналысады деп. Мен бұл стереотипті жойғым келді. Халқымды қуантқым келді. Осы қысқы спортта қазақтар айналысады, коньки алады. Әзірге Олимпиаданың медаль көрсеткіштері бойынша Норвегия құрамасы 1-ші орында. Фарида Сейілханқызы, Нұрбол Қыстаубек, Аймақ.